Достар, видео басталмай тұрып сіздерге мен жақында мега конкурс ұйымдастырамын. Сол мега конкурсқа спонсорлар керек. Яғни спонсор деген өзінің каналына, YouTube каналына подписчик жинағысы келетіндер. 1000 подписчиктен 1500, 2000 подписчикке дейін гарантия жинап бере аламын мен. Сондықтан достар, мен осы жерге бір WhatsApp номер жазып кетемін, или болмаса ВК-дан жазсаңыздар болады. Менің WhatsApp номерім емес, сол жерге алмаз басқа да нәрсе сұрамай-ақ қойыңыздар. Сондықтан тек қана спонсор болғысы келетіндер жазса болды. Короче, ол мега конкурста мен 1000 подписчиктен жоғары жинап беремін. Өйткені мен осы аккаунтымды ойнатайын деп отырмын. Одан бөлек мега конкурс болғандықтан енді ютубта болмаған миллион примерно дофига алмаз ойнатайын деп отырмын. Так что смело барлықтарың спонсор алып үлгеріңдер. Спонсор саны шектеулі болады, сондықтан барлықтарың қатысып, яғни спонсорды алып үлгеріп қалыңыздар. Ал ендеше видео. Достар, менде стрим жасайын десем осындай шығып тұр. Кім біледі, ВК-ма жазыңдаршы срочно. Короче, достар, мен осыдан бір ай алдын сіздерге аккаунт ойнатқан болатын. бір месяц назад көріп тұрғандарыңыздар 189 комментарий қатысқан адамдар 189 деп санасақ, біздер барлықтары аккаунт алғысы келіп отыр екен. Так что достар, сіздерге менде стрим болмағандықтан сіздерден өте қатты кешірім сұраймын. Және де осы аккаунт отқыларыңыз келетін барлықтарыңыз көріп тұрмын. Мысалы қарасаңдар, мына жерде толтырып бір адамның өзі толтырып комментарий жазған. Сондықтан достар, мен бұл жолы таптым. Былай қолыммен түсіру арқылы тапсам, ол әділ саналмай қалады. Өйткені көп комментарий жазған адам ұтып кетеді. Так что бүйттім мен. Мен ВК-м ссылкам комментарий қалдырамын, Эман Лосов. Осы жерде аккаунт алғысы келетіндер дегенге жазасың. Типа осы жерге мен аккаунт алғым келеді деп жазасыңдар. Ақшалай болса ақшалай алғым келеді, бірдеңе деп жазасыңдар. Өздерің аккаунт алғым келеді деп жазасыңдар. Болды. Осы жерде мен мына жерден өзім копировать етіп аламды, рандомайзер деген сайт арқылы, сол арқылы сіздерді анықтайтын боламын. Так что барлықтарыңыз достар әлі де қатысып аккаунт алғыңыз келсе, әлі де жолы бар. Так что барлықтарыңыз қатыса берсеңіздер болады. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Достар, бүгінгі видеода мен керемет зат айтайын деп отырмын. Сіздер қазіргі ютубер жайлы кішкене ақпарат және де басқа да әңгімелерді айтатын боламын. Так что видео басталмай тұрып лайктарыңызды басып, арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Достар, қазақ ютубы жайлы сразу бастап кететін болайын. Қазіргі таңда қыздар, яғни ютуб түсіріп жүр. Олардың мысалы 100%-тің 50%-і мысалы қыздарша, ал қалған 50%-і қыз болып түсіріп жүрген балдар. Оны шындықты айтайын, сондай болып тұр. Өкінішке орай, мен бірақ ондай жасап жүрген жоқпын достар. Достар, қазіргі таңда мысалға YouTube каналын монетизация қосып сатып жібереді. Тек өзіне ғана пайда тиеді. Ал қазір қараңдар, сол YouTube монетизацияны қосады да сендерді де сатып кетеді. Яғни сендер подписчиксіңдер, подписчиктеріңді сатып кетеді адамдар. Тупо барата сатып кетеді. Болған шығар, мысалы қиын жағдай болып тұрған шығар, осындай жағдай болып тұрған шығар, бірақ сатуды дұрыс көрмеймін. Ал менде мысалы, менде де сатқам. Менде енді активі бар, енді подписчигі дофига, енді біраз YouTube канал түсіріп тастағанбыз. Активі мощный, менде монетизация қосып саттым. Маған бірақ өте қатты ақша керек болды. Өйткені 11-ші класс болдым. 11-ші класстан кейін енді біраз ақша керек болды. Олар енді 11-ші класстар түсінеді. Түсінбейтіндер түсінбейді. Солай Ал енді бізге келетін болсақ, мен енді осы YouTube каналды 100 подписчикке жеткенше, яғни 100 подписчикке жетем, осындай түсірем, до конца түсірем, осындай подписчикке жетем деп отырмын. 100 подписчик құдай қаласа, одан ары 1 миллион подписчик, ондай тілеп жатқан подписчиктерге от души рахмет. Комментарий қарап отырам, прямша мен үшін қырылып, басқа нәрсені, любой нәрсені істеуге дайын тұратын подписчиктер, от души прямша. Өйткені оларға өмірде де жол болатын адамдар деп санасақ болады. Өйткені мысалы қолдау білдіреді и қолдау алады. Өйткені ол позитивный да, не жағдай болса да ол қолдау білдіре алады. Сондай подписчиктер болса от души прямша. Қазіргі таңда мен 100 подписчикке жетемін, яғни сіздерді монетизация қосып сатып кетпеймін, кетем деп отырған жоқпын вообще. Енді до конца осы 100 подписчикке жеткенше сіздермен бірге боламын, сіздер менімен бірге боласыздар. Оған дейін кереметтей видеолар, кереметтей алмаздар, басқа да заттар таратып отырамын. Тек алмаз үшін келетін подписчиктер, бірақ
жүректесіңдер барлығы алмаз үшін келіп, оны не істеудің қажеті жоқ. По-любому алмаз үшін келгендер алмаз ұтады деп айта алмаймын. Ұтатын шығарсыңдар кейде. Ол көп саналмайды. Мысалы, бірдеңе ұтма, досың ұтма, досың үшін қуанған, ол өте жақсы. Ал мысалы досың алмаз ұтады, бірақ ол үшін сен қуанбайсың, ол өте жаман. Сол сияқты достар, барлықтарың достар, короче, мен 100 000 подписчикке дейін жетемін. YouTube каналды до конца дамытамын. Басқа ютуберлер сияқты, ютубершалар сияқты, типа қыз болып, видео түсіріп, хайлайт түсіріп, просмотр жинап, монетизация 4 час қосып 100-150 мың теңге ақша сатқаннан көрі, сол ақшаны мен сіздермен бірге 100 000, 200 000, 300 000, 1 миллион подписчикке жеткенше ақша таппасам да сіздермен бірге жететін боламын. Так что видеоға лайк басып, всегда мені қолдап, комментарийлеріңізді жазып, уведомление қосып, мысалы видео 1 минут бұрын шықты ма, 1000 просмотр жинап, прямша сондай активқа жеткім келеді. Менде онда актив болды, бірақ өкінішке орай маған монетизация қосып, мен де канал саттым, бірақ өкінемін оған. Әлі де өкініп келемін, қазір де өкінемін, өте өкінішті. Короче, бірақ ол артта қалды. Енді өткенге өкпе жоқ демекші. Енді біз до конца қайтадан дамытамыз, YouTube каналды аламыз, қолға аламыз, сіздермен бірге жетеміз, сіздер менімен бірге жетесіздер, солай жететін боламыз. Достар, мысалы қарап тұрыңдар, лайк тегін, дұрыс па? Комментарий тоже тегін. Сендер YouTube'ға кіріп отырсыңдар, тупо лайктарыңды басасыңыздар и комментарий жазасыздар. Мысалы, ойын ойнап жатсыздар, уведомление келді, мысалы уведомление келді, лайк бас, просто лайк бас қойыңыздар, кейін видеоны көрсеңіздер де. Мысалы, мен любой ютуберша ютубқа болсын лайк басам, енді видеосы ұнаса да ұнамаса да, себебі ол түсіріп жатқан адам қазақ. Ал басқа ютуберлер болса, видео ұнаса ғана лайктарын басып, арнаға жазылып қоямын. А то дейтін видеосы ұнамаса лайктарын басып. Шыны керек сондай. Любой қазақ, мысалы, видео керемет болып жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймын. Ал достар, сіздермен болған келі YouTube арнасы. Давайте қазір трэшердің қазақ сила, короче, қазақ номер 1 дегенді көріп кетсеңіздер болады. Давайте. Статистики. Кыргызстан на второй месте по просмотрам. Казахстан первым. Казахстан, конечно, на первом. Какой базар среди казахов?